егер қолымдағы берілген динамометрге жүкті ілдім, жүктің салмағы болып тұр 0,2 ньютон. 0,2 ньютон болып тұр. Егер енді осы қолмен ұстап тұрған жерден тік төмен тастай салсам, жүгімді де динамометрімді тік төмен тастасам, шкала қаншаны көрсетеді деп ойлайсыз? Шкала 0-ді көрсетеді. Тік төмен денені тастап жіберсек, шкала 0-ді көрсетеді. Яғни салмағы 0 болады. 0. Оны салмақсыздық деп атайды. Демек, денені төмен қарай тастаған кезде үдеумен, мұндағы үдеуіміз еркін түсу үдеуіне тең болады екен. Үдеудің орнына жиды қоятын болса, сонда салмақ тең G минус G болады. Жидан жидасам 0 болады. Оны салмақсыздық күй дейді. Мұнда ғарыш кемесінің тежелуі кезінде, ғарыш кеменің ішіндегі ғарышкерлер астын салмаққа ұшқайды екен, астын салмаққа. Екінші жағдайда ғарыш кемесінің қозғалтқышы өшірілгеннен кейін, ғарышкерлер салмақсыздық күйді кешеді екен. Яғни салмағы 0-ге тең болады екен.